Алтын ғасыр. Бұл сөз тіркесін естегенде көз алдымызға не келеді? Әрине, әр ұлттың тарихында дәл осында, яғни елден өркендеп, бірлігі тастай берік болған заман болады. Міне бүгін біз қазақ хандығының дәл сондай шырқаушығына көтерілген кезегіне, Тәуке ханның дәуіріне саяхат жасаймыз. Дәл осы сұрақ. Бүгінгі әңгімеміздің өзіге де осы. Жалпы қазақтар үшін алтын ғасыр деген не өзі? Бұл жай ғана өткенді аңсаған әдемі сөз бе? Әлде оның астарында нақты тарихи оқиғалар, ұлы тұлғалар мен тағдыр шешті шешімдер жатыр ма? Кәне, осы сұрақтың жауабын бірге іздеп көрейік. Ал бұл тарихи жұмбақтың түйінін шешін біз мынадай жоспармен жүреміз. Ең алдымен алтын ғасыр деген ұғымның өзі не екенін түсініп алайық. Содан кейін осы дәуірге дейінгі даладағы дағдарыстың неден туындағанына көз жүгіртеміз. Осыдан кейін міне сахнаға Тәуке хан шығады. Оның қалай заңгер ханға айналғанын және қандай әділет жүйесін құрғанын талдаймыз. Ал соңында осы ұлы реформатордың бізге қалдырған мұрасына баға береміз. Сонымен алтын ғасыр. Бұл атау қазақ тарихына қашан және қалай келді? Бір қызығы, ол бір ғана билеушінің есімімен бетек қайнасып жатыр. Ол әрине Тәуке хан. Бірақ оған бұл бағаны алғаш рет кім берді екен? Өзіміз бе, әлде сырт көз бе? Мене таңғаларлық жайт осында. Бұл атауда алғаш рет қазақ шежірешілері емес, 19 ғасырдағы орыс ғалымы Алексей Левшин қолданған екен. Ойлап көріңізші, ол Тәуке ханды ежелгі Спартаның атақты заңгері Ликургпен теңеп, оның дәуірін еш ойланбастан алтын ғасыр деп атаған. Бұл дегеніңіз сырт көздің берген өте жоғары әрі әділ бағасы. Бірақ кез келген алтын ғасыр бос жерден пайда болмайды ғой. Оның құндылығын толықтай сезіну үшін Тәуке хан билікке келгенге дейінгі жағдайды көруіміз керек. Сол кездегі даланы жайлаған аласапыран мен дағдарыстың бет-бейнесі қандай еді? Тарихшы Бәрекет Карибаевтың сөзімен айтқанда, ол заманда заң емес, найза сөйлеген. Яғни әлімжеттік принципі үстемдік көрді. Бұл дегеніміз кімнің билігі жуан болса, соның сөзі заң. Ал мұндай жағдай неге әкеледі? Әрине, билік үшін тоқтаусыз тартысқа, руаралық қырқысқа және сайып келгенде мемлекеттің іштей ыдырауына. Хандықтың жағдайы өте мүшкіл еді. Іштен де, сырттан да қауіп төніп тұрды. Елестетіп көріңізші. Орталық билік деген аты ғана бар. Әр ру, әр жүз өз бетінше. Бұл әрине тоқтаусыз алауыздыққа соқтырды. Бір-бірімен жауласып жатқанда ортақ заң қайдан болсын? Әділдік ұмытылды. Дәл осы ішкі бытыраңқылықты сыртқы жау, жоңғарлар өте жақсы пайдаланды. Олар күн санап, күшейіп, қазақ жеріне сұқтана қарады. Шын мәнінде хандық құрдымның бірақ алдында тұрған еді. Дәл осындай елдің тағдыры қыл үстінде тұрған сәтте тарихи сахнасына бір тұлға шықты. Ол барлық осы мәселелердің шешімін өзімен бірге алып келді. Ол Тәуке хан еді. Тәуке хан 1630 жылдан бастап, ойлап қарасақ 30 жылдан астам уақыт елді басқарды. Сол аласапыран заманда билікте мұнша ұзақ отырудың өзі үлкен ерлік. Оның тысында бірнеше ұрпақ соғыстың не екенін білмей тыныш өмір сүрді. Ең бастысы, елге көптен күткен тұрақтылық пен бірлік орнады. Ал оның реформасының жүрегі де, басты қаруы да, атақты 7 жарғы заңдар жинағы болды. Бірақ бұл жай ғана ережелер тізімі емес еді. Жоқ. Бұл бытыраңқа руларды бір тұтас халыққа, ыдыраған хандықты, мызғымас мемлекетке айналдыратын іргетас еді. Бұл бүкіл елді бір тудың астына біріктіретін рухани күш болатын. Әрине, 7 жарғы аспандан түскен жоқ. Тәуке хан өзіне дейінгі ұлығандардың мұрасын жалғастырды. Ол Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын негізге алды. Бірақ жай ғана көшірмеді. Оларды өз заманының талабына сай толықтырып, жетілдіріп, қазақтың құқықтық дәстүрін мүдем жаңа биікке көтерді. Бұл заңдардың әрбір бабы да даладағы ең өзекті мәселені шешуге бағытталды. Мәселен, елдің ішкі бірлігін бұзатын сатқындық пен бүлікке қандай жаза? Ең ауыры өлім жазасы. Тоқтаусыз қан төгіске ұласатын кек алу дәстүрі. Оның орнына әділ құн төлеу жүйесі енгізілді. Жер дауы, жесір дауы сияқты күнделікті тартыстарға нақты ережелер бекітілді. Ал ең бастысы, сыртқы жау, жоңғарларға тойтарыс беру үшін не істеу керек? Бүкіл халыққа ортақ қорғаныс салғы енгізілді. Көріп отырғанымыздай, әрбір заң нақты бір мәселенің шешімі. Алайда ең керемет заңның өзі, оны орындайтын жүйе болмасы, жай ғана қағаз болып қалады. Тәуке хан мұны жақсы түсінді. Ендеше ол билік жүйесін қалай қайта құрды? Міне оның саяси даналығының шыны дәл осы жерде көрінеді.
Тауке ханның жасағаны өз заманасынан озып туған шын мәніндегі кемеңгерлік. Ол ғасырлар өткен соң ғана кеңінен танылатын билікте бөлу принцибін іс жүзінде қолданды. Яғни ханның қолында атқарушы билік, әскер мен сыртқы саясат, ал заң шығару және ең жоғарғы сот билігі халықтың ішінен шыққан ең ақылды, ең беделді адамдарға, билер кеңесіне берілді. Бұл ханның жеке дара билігін шектеп, оны халықтың даналығымен теңгерген керемет жүйе еді. Билер кеңесі деген жай ғана уақытша жиналыс емес, мемлекеттік басқарудың тұрақты, өте қуатты органына айналды. Оның құрамына кімдер кірді десеңізше, бүкіл халық мойындаған 300-дің 3 байтәреге, Төле, Қазыбек және Айтеке билер. Олардың келісімен сіз хан соғыс бастау, немесе бітім жасау сияқты ел тағдырын шешетін ірі қадамдарға бара алмады. Бұл жүйе заңның ханға да, қараға да бірдей екенін дәлелдеп, бүкіл елде әділдіктің орнауына кепіл болды. Цынымен осының бәрін қорытындылайық. Тауке ханның осы улы реформалары қандай нақты нәтиже берді? Неліктен тарихта дәл оның дәуірі алтын ғасыр деген асқақ атпен қалды? Нәтижесі көп күттірген жоқ. Ең бастысы, ішкі алауыздық тоқтап, елге тыныштық орнады. Осының арқасында бытыраңқы рулар қуатты орталықтанған бір тұтас мемлекетке айналды. Бір тудың астына біріккен халық жоңғарларға бұрынғыдан әлдеқайда күшті тойтарыс бере алды. Бірақ ең маңыздысы, жеті жарғы барша қазоқты бір заңға бағындырып, бір тұтас ұлт ретіндегі болмысын нығайтты. Кейде бір нәрсенің құндылығы ол жоғалғанда ғана білінеді ғой. Тауке ханның мұрасымен де дәл солай болды. Ол дүниеден өткен соң әрең орнаған бірлік ыдырап, ханды қайтадан бөлшектенді. Осының салдары қазақ тарихындағы ең зұлмат кезең Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаға алып келді. Бұл ұлы қасірет бір жағынан Таукенің біріктіруші саясатының қаншалықты маңызды болғанын айдан анық дәлелдей түсті. Ендеше соңғы сұраққа келейік. Тауке ханның алтын ғасыры бұл жай ғана тарихта қалған ескерткіш пе, әлде болашаққа бағдар беретін үлгі ме? Оның бізге қалдырған мұрасы, яғни елдің бірлігі, заңның үстемдігі және дана басқару сияқты қағидалар бүгінгі қоғам үшін қаншалықты маңызды? Бұл сұрақтың жауабын сыра әркім өзі іздегені жөн болар.